Аларыңыз насыл болдым. Ақпан келді. Қош келдің ақпан деп па. Келер аптаға болжам. Ағым не болады, қалай болады, не болады өз. Охо. Мынандай бір жігіттер көкжиектен бұлаңдап тұр ғой. Не дейді бұндай жігіттер? Күт мені, мен келатырмын дейді. Қыздар күтіп отыр. Олжама не бұл? Не деген ашық-машықтарыңыз қолынан кез келген іс келетін ер азамат екен. Біреулер бірақ қайғырып жүр. Не қайғырып жүрсіздер, не болып қалды? Бір аспандағы айды армандап жатсыздар. Аспандағы айды емес, қасыңызда жүр ашық-машықтарыңыз. Алыстағын армандамақ қойыңыздар. Барымен базар болады енді. Біреу бірдеме сатып алам дегендер, үлкен бір ірі зат сатып алам дегендер, асықпай-ақ қойыңыздар. Кішкене тоса тұрыңыздар. Қазір ақша, басқа нәрсе, ақшаны қазір үнемдей тұрыңыздар. Так, мына жақта біреулер жаңадан өмір бастап жатыр. Отбасын құрам деп, балалы шағалыға деп. Лайым отбасыға тапқандарыңыз тойға шашылсын, күресіңіздер отбасыларыңыз үшін. Мына жақта біреу бір іс бастайын деп тұр. Оның бәрі келер аптаға армандарымды орындаймын дейді. Орындалсын армандарыңыз. Айналаңыздағыларға, бауырларыңызға, туысқандарыңызға жаңағыдай қасірет, қиын туғызбайтын армандар болса, орындалады. Егер біреуге қиянат жасайтын армандар болса, әрине енді жеңіске жетер екен бір адамдар. Қуаныштымын жеңісіңізге. Бәрі әділмен, аққа құдай жақ, құдай қаласа. Қағаздармен шешілмей жатқан тірліктеріңіз шешіледі. Келісім шарттар жақсы қол қойылып, жақсы өзін шешім табады. Жол жүрем дейтіндер кәдімгі жолдарыңыз түсіп тұр. Өз-өздеріңізді тежемеңіздер, өз-өздеріңізге кедергі болың, ештеңеден қорқып. Мына миды жақсы жаққа қарай, жақсы жаққа қарай жұмыс істетіңіз да, жаман ой, арам ойдан арылыңыздар.